қайда? Концертте жүр ма? А сен неге күйеусіз жүрсің мына жерде? Рұқсат берді ма? Әлеуметтік желіде Баян Мақсатқызының Ерке Есмаханға ұрысқаны сөйлегенін, райым қайда деген сөзін әлеуметтік желіде басқаша түсініп, ол күйеусіз клубта жүр, неге жалғыз өзі жүр, күйеуі неге рұқсат берген, баласы бар қатын клубта не істейді, Баян ханым неге ұрысып жатыр деген сияқты түрлі пікірлер қалдырып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз? Ерке Есмахан осылай қыдырып жүргені қаншалықты дұрыс-бұрыс? Комментарийға жаза кетіңіздер. Ерке мен Райымның арасы 7 жас десе де, қазіргі таңда Ерке Есмахан бақытты ана, өте бақытты отбасы ретінде әлеуметтік желіде көріп жүрміз. Мен Еркеге молодец дер едім. Өте керемет әнші, даусы да, өзі де, мүсіні де, отбасы да, бірақ қатты ерке. Сол еркелігімен елдің көптеген назарына түсіп, көптеген адамдарға ұнамайды. Еркелігі